Шығыс мәдениет және демалыс саябағының қысқы бағында Теміртаудың 80 жылдық мерейтойына арналған көрме ұйымдастырылды. Өз туындыларын бұл жерде қала тұрғындары, қолданбалы өнер шеберлері мен суретшілер ұсынды. Точно так же Интернеттегі лентаны қарап отырып, бір себетті көріп қалдым, қатты ұнап қалды. Содан кейін осыны неге жасап көрмеске деп шештім. Тура солай Инстаграм желісінде жарнаманы көріп қалдым. Ойланып, жасауға қызықтым. Үйде отырмай бір қозғалыспен жүргенді қалаймын. Ең жақсы көретін туындым бұл пикникке арналған себет. Онымен серуендеген ұнайды. Өйткені бізде көл бар. Тағы бір сүйікті жұмысым мысықтарға арналған үйшік. Өте сүйкімді, өзіме қатты ұнайды. Әрине, басқа туындылар да өте әдемі. Көпшілігі таңқалады. Себебі бұл жаңа бағыт. Мұндайды көп адам жасамайды. Барлық себеттер қағаздан жасалған, бірақ көрінісі шынайы сабақтан жасалған сияқты. Әдетте бәрі қағаздан жасалғаннан таңқалуда. Занялась вязанием. Мен тоқыма өнермен айналысамын. Бұл менің бұрыннан келе жатқан хоббиім. WhatsApp желісінде осы көрме жайлы хабарды көріп, өз жұмыстарымды да көрсеткім келді. Ең жақсы көретін туындым кішкентай арыстан. Интернеттен көріп, бірден ұнап қалды. Жұмыс көп болса да жасағым келді. Вот и, но он мне понравился, я его решила связать. Я решила, что Кез келген жерде суретшінің жүрегіне жақын, ерекше көркем орындар болады. Мен де ерекшелік емеспін. Өз жұмыстарымда сүйікті жерлерімді бейнеледім. Бұл менің балалық шағымды еске түсіретін. Жүрегіме ыстық орындар. Өзім үшін қымбат, есте қаларлық мекендерді басқалармен бөліскім келеді. Бұл көрме арқылы қала тұрғындарын өзімнің естелік әлеміне жетелегім келеді. Бұл көрме арқылы қала тұрғындарын өзімнің естелік әлеміне жетелегім келеді. Мұнда ерекше әрі мағыналы жұмыстар қойылған. Әсіресе менің досым, әріптесім Юрий Васильевич Пельтехиннің графикалық сериясы қызықты. его очень интересная графика. Қысқы бақта өткен көрме көптеген қала тұрғындарын жинады. Әрбір туынды себет болсын, ойыншық немесе сурет автордың жан дүниесін сыр шертеді. Осындай шығармашылық кездесулер Теміртауда шебер қолды, өнерге ынталы жандардың көп екенін көрсетеді. Гүлжан Сисекеева, Алихан Батен, Теміртау жаңалықтары.